Сәлем достар, сіздерге дәл осындай үй жағдайында дайындалатын тауық қанаттарынан осындай крылышки дайындаған болатынмын. Сіздерді жасап көруге кеңес берем. Ең алдымен менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Ол үшін бізге осындай бір тауық аяғының несін аламыз. Одан соң паприка, тұз, қарабұрыш және соя соусы және чеснок. Қанша ингредиенттерін қанша көлемде керек екенін жазып описание бөліміне қалдырып кететін болам. Тауық қанаттарын осылай алдымен жібітіп, осылай аламыз да ортасынан бөліктерге бөлеміз. Паприка меніңше келмей паприка, базарда сататын паприка алған дұрыс. Менде ол болмай қалды. Кәдімгі магазиннің қалта пакеттіктегі паприкасын пайдаландым. Бірақ ол сәл қарайтыңқырап қоңырлау қылып шығарады. Дәл осындай етіп тауық аяқтарының барлығын, қанаттарының барлығын осылай бөліктерге бөліп алып, сосын үстінен осылай тұзымды, паприкамды және қарабұрышымды, чесногымды және соямды салып, үстінен 1 литр су құйып, жылы жерге 2 сағатқа қалдырдым. Себебі мен тез дайындау үшін. Ал егер сіздерге ертесіне дайындайтын болса, 8 сағатқа тоңазытқышқа салып қойсаңыздар, әбден құрамы барлығы бір-біріне араласып, керемет дәмді крылышки шығады. Үй жағдайында балаларыңызға дайындап берсеңіздер болады. Осылай тауық қанаттарын судан алып 2 сағаттан кейін жылы жерге қойып қойдым. Өйстіп ұнға аунатып алдым. Ұнға аунатып, осылай әбден аунатып алып, барлығын аяқтарды аунатып болғаннан қайтадан өзінің мариновка суына саласыздар. Одан соң қайтадан алып, ұнға мариновка судан алып, қайтадан ұнға аунатасыздар. Ұнын қағып, ыстық қыздырылған майға қуырып аласыздар, қызартып тұрып. Дәл осындай етіп қуырасыздар, екі жағын бірдей қызартып, астарыңыз дәмді болсын. Өте ерекше үй жағдайындағы крылышки шығады тауық аяқ қанаттарынан. Балалар бірден жеп қойды. Кетчуп және майонезді араластырып соус жасап бердім қасына. Өте ерекше дәмді болды. Сіздерде жасап көруге кеңес берем. Менің арнама қосылып, лайк, комментарий жаза кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.